Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз өте дәмді фри дайындаймыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 картошканы алып, сыртын ашып аламыз. Одан соң оны фридің пішінін келтіріп турайтын боламыз. Осылай бірінші картошканы 4-5 бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін оны ұзын етіп тураймыз. Видеода көрсетілгендей етіп тураңыздар. Жақсылап тұрып турап алғандарыңыз жөн. Және де барлығы да өз қалауларыңызша әрине. Жақсылап турап боламыз. Одан кейін салқын суға саламыз да, үстінен шым-шым тұз салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ұзақ уақыт араластырғандарыңыз жөн. Себебі тұз осы біздің картошкаларға сіңуі қажет. Жақсылап тұрып араластырамыз. Міндетті түрде салқын су болуы қажет. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін салфетка немесе тряпкаға аламыз да, осы картоптарымызды саламыз. Жақсылап тұрып реттеп салғандарыңыз жөн, себебі суын жақсылап сіңіріп алу керек, яғни сорып алу керек. Солайша ұзақ уақыт бойы үстінен басу арқылы суын сорып аламыз. Осы уақытта майды қыздырып қойыңыздар. Өте қызып тұрған майда піссе, тез пісіп әрі әдемі болып шығады. 1 минут көлемінде немесе ұзақ уақытта пісіруге болады. Яғни бізде қытырлақ болу үшін ұзақ уақыт пісіру қажет. Осылай үстінен басамыз. Жақсылап тұрып видеода көрсетілгендей суының барлығында сорып алу керек. Міндетті түрде жақсы піскенін күту қажет. Одан кейін өз қалағандарыңызша әсемдейсіздер. Мен осылай видеода көрсетілгендей етіп әсемдедім. Сіздерге видео ұнаса менің каналыма тіркеле кетіңіздер және де лайк басыңыз.